құрметті көрермендер, эфирде елімнің тарихы, менің тарих майдары және оның жүргізушісі Ақерке Берікқызы. Қазақстан 2010 жылы еліміздің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға ретінде тағайындалуына байланысты бүкіл елдің назарын өзіне аударды. Республикамыздың кандидатурасын ұйымның барлық 56 мүше мемлекеті бір ауыздан қолдады. Онымен қоса, олар Қазақстанның демократиялық қоғам және либералды сауда экономикасын құру саласындағы жетістіктерін мойындады. Бұл жерде ерекше атап өтетін жайт, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету бұл елбасымыз Назарбаевтың биік беделінің нәтижесінде қол жеткен дүние. Онымен қоса, жаңа халықаралық бедел бүкіл халықаралық қоғам үшін қызығушылық білдіретін қазақстандық инициативаларды сәтті жүргізуге мүмкіндік береді. Бельгия корольдігінің федералды парламент өкілдері палатасының басшысы Кроның айтуынша, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі әлемдік қауымдастық дұрыс негізінде жауап беретін логикалық қадам. Оның айтуы бойынша, Қазақстан өте үлкен прогресс жасап отыр, өте тез дамиды. Қазақстанның қазіргі даму темпі ең жақсы болашақ күтуге мүмкіндік береді. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен ынтымақтастық барысында үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Атап айтқанда, Орталық Азиядағы экономикалық жағдайға қатысты, аймақтың нарықтық экономикаға өтуіне қатысты экономикалық реформалар жүргізу, адам құқықтарын қорғау, өңірлік қауіпсіздік салаларында бірқатар семинарлар өткізді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Қазақстан Республикасының үкіметі арасында өзара түсіністік меморандумына негізделіп, бұл ұйымның демократиялық институттары мен адам құқықтары жөніндегі бюросы Қазақстанда сайлау заңнамасын, соттық жүйені реформалау сияқты жұмыстарды атқаруда. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының реформаларының басты субъектісіне айналды. Өйткені ол Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы батыстың да, шығыстың да елдермен жақсы қарым-қатынастағы және ешқайсымен қайшылығы немесе территориялық таластары жоқ, жалғыз және ішкі саясаты ұлтаралық және конфессияаралық тұрақтылықпен сипатталатын бірден-бір мемлекет. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде Қазақстанның алдында үш бағыттағы мәселелерді шешу міндеті тұр: әскери, саяси, экономика, экологиялық және гуманитарлық бағыт. Қазақстанның 2010 жылы Еуропаның қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалығы ретіндегі миссиясы мақтанышты, жауапкершілікті, бір мезгілде қиын және шыдамдылық пен беріктілікті талап етеді. Алайда бұл миссия Қазақстан үшін орындалатын дүние. Бүгінге осы, сіздермен келесі айдарымызға дейін қоштасамыз, болашағымыз бірлікте екенін ұмытпайық. Аман, сау болыңыздар.